Так, ребята, вот это вот, что происходит? Вот эти вот товарищи к нам нафига приехали? Им что вообще тут надо в таком количестве? Неужели им так интересно путешествовать у нас в Казахстане? Многовато их. Номера китайские. Нормально так приперлась кишка. Ассалаумалейкум, көкелер, жоғарыда отырған көкелер, қалайсыздар, жақсыздар ма, үйші отбасыларың аман ба? Біздің ауыл жақ, мынау сызғанның бойы, столбының жаны өстіп, адамдар келіп, қытайларыма келіп, жерге қазық қағып, жердің бәріне қазық қағып кетіп жатыр. Одан қалды трактормен жыртқан. Жоғарыда қызметте отырған көкелер, осы видеоны көріп отырсаңыздар, шешім қабылдасаңыздар, мал жаятын жайылым қалмады біз жақта. Жердің бәріне осында қазық қағып, трактормен жыртып тастап жатыр жердің бәрін. Осыны көріп отырсаңыздар видеоны, осыған шара қолданыңыздар. Столбын жаны, сол жердің әр жер, біраз жерге өсті қазық қағып кеткен, сызған жақ, Сауран жақта. Сызған ауылда тұрам өзіміз мал шаруашылықпен мал бағамыз, мал жайлатын жайылым қалмады, жер қалмады. Бәріне қазық қағып өстіп, трактормен жыртып кетіп жатыр. Осыған жоғарыда отырған көкелер, осыған шара қолдансаңыздар, осы видеомды көріп отырсаңыздар. Бүгін 7 октябрь. Қытай азаматтарының өріп жүріп осылай белгі қалдырып кетіп жатқан міне кеп тұрмыз. Тағы да бұл Тоғайда бүгін Сауран ауданына мына Шорнаққа жақын жерде міне азамат өте көп қой енді. Өзің жолығып көре алдың ба, ол азаматтардың қасына бардың ба? Бірақ Қытай азаматтары ғой, Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы таң. Осындай номерацияменен Қытайлар 40 көлік Алматы қаласынан кірген болатын. Екінші номерлі автокөлік автодомы кетіп баратыр қазір. Бұның қалғандары қай жақта? Бұл егер бір тур фирма болса, бұлар неге бәрі бірге жүрмейді дегендей ғой. Қазір мен тағы да анау Алматыға кіріп келіп жатқан видеоларын қосып сала кетем. Мен кейде қорқам, ғалымдарыма депші бүкіл нәрсені оқып, жаңағы зерттеп, қай жерде құнары мықты, қай жерде өмір сүруге қолайлы, баяғыда орыстар біз солай тексерген ғой, қолайлы жердің бәрін белгілеп кеткенде, сол жерлерге орыстарды қоныс аудартқан ғой, енді бізді жоқ қылып жіберу үшін. Алланың қалауымен аман қалдық қой. Енді бауырлар, Қытайлардың елімізде бүйтіп тайрандап жүруі, мына ишак миын жеген шешеңді сыйлайын надан бар ма? Мына жемқорлар Қытайдан қарызға қаншама ақша алдық, соны ана ишактар шешеңді сыйлайын. Өзінің елінің жерінің ақшасын жеген наданнан басқа не күтесің? Солардың арқасында қазір біз көршімізге пәленбай миллиард ақша қарызбыз, оның адамдары келіп емін еркін рахаттанып тайраңдап жүреді. Бірдеңе дейін десең қарсысың да. Ақиқатында